Сәлем достар, кезекті видеолар сериясына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз сіздермен Facebook'тың жалпы алгоритмі жайлы, Facebook'тегі жарнамалық мүмкіндік жайлы видео болады, скринкаст болады. Жалпы Facebook жайлы бүгін біраз ой өрбітетін боламыз. Мен видеоларымда көп жағдайда осы Facebook пен Instagram'ды осы екі платформадағы жарнамалық мүмкіндіктер жайлы, жалпы интернет маркетингтік құралдар жайлы көп видеолармен бөліскенді өзім жақсы көремін, ұнатамын, және осы әлеуметтік желіге басымдық беремін. Және кейбір кезде осы көптеген адамдар сұрап жатады, коммент ретінде қалдырып жатады, неге Facebook, неге басқа желілерді туралы түсірмейсің, неге басқа желілер туралы айтпайсың деп. Сол кісілерге жалпы түсінікті болу үшін барлық аудиторияға енді өзімнің білетін ақпараттарымды осы скринкаста сіздермен бөліскім келеді. Алдымен, неге Facebook? Неге Facebook деген сұрақ бар. Алдымен Facebook ол әлемдегі нөмір бірінші әлеуметтік желі. Ол біз қалайық, қаламайық, статистика солай дейді. Жарнамалық мүмкіндік жағынан да нөмір бірінші желі деп айтуға болады. Оны біз алдағы уақытта осы алдағы минуттарда кеңірек тоқталатын боламыз. Статистикаға тоқталатын болсақ, Қазақстанның өзінде жалпы Facebook'тегі ақпарат бойынша 5 миллионға жуық аккаунт бар. Оның 1.600.000 Facebook'те және 4 миллион 200-і Instagram'дағы аккаунт деп көрсетіледі. Енді нақты қанша аккаунт бар екендігін бізде статистикалық нақты мәлімет жоқ. Мынау негізі Facebook'тың өзінен алынған ақпарат. Енді бұны жерде мен келсем, бұл жерде жаңағы боттар бар, бизнес парақшалар бар, мұның барлығы жеке адам деп қарастыруға болмайтындығына келсем 100%. Бірақ мынау аккаунттардың осы статистикалық мәні. Неге жарнама беру керек Facebook'те? Біз көп жағдайда байқаймыз, Facebook'те де, Instagram'да да көп, мысалы, кәсіпкерлер деуге болады, мысалы, шағын кәсіптегі кісілер өздерінің посттарында кәсіптерін жарнамалағысы келіп, көптеген посттарды салып жатады. Өздерінің аудиториясы бар, белгілі бір сол аудиторияға күнде бір посттар жіберіп тұруға тырысады. Ол әрине жақсы, бірақ көп жағдайда ол қате ұғым болып саналады. Себебі сіз өзіңіздің аудиторияңызға ғана, мысалы, 1000 адам, 2000 адам, 10.000 адамға ғана көрсетуіңіз мүмкін, сіз одан артық шыға алмайсыз. Тіпті сіздің жазушыларыңыз, фолловерлеріңіз, достарыңыз болған күннің өзінде де саны қанша болса да, сол адамдардың барлығы сіздің салған постыңызды, жарнамаңызды көрмейді. Мен оны неге екенін қазір алгоритміне тоқталған кезде нақты айтып өтетін боламын. Енді Facebook'тың алгоритмі. Facebook'тың алгоритмі ол бірегей алгоритм. Facebook'тың өзіне ғана тән. Мен жаңа ғана түсіндірдім, соны енді сол тақырыпты толығымен ашайық. Айталық, сіздің мысалы 100 мыңға жуық Instagram'да фолловеріңіз бар, жазылушыларыңыз бар. Сіз пост салған кезде 100% ол жерден сіздің ақпараттарыңызды көрмейді 100 мың адамның барлығы. Facebook'те де солай. Негізінен Facebook'те солай. Instagram қазір соңынан келе жатыр да. Instagram мен соңғы кезде өзім де байқап жүрмін. Мен қазір сіздерге бір мысал ретінде көрсетейін. Өзінің салған посттарымды да. Сіздің салған посттарыңыздың 10-15-20% ғана көреді. Қалған адамдар көрмейді. Себебі Facebook сізге неғұрлым маңызды, неғұрлым қызық ақпараттарды беруге тырысады. Себебі сізді жалықтырып алмау үшін. Сондықтан да сіз жазылған мыңдаған парақшалардың ішінде бір 100-200-ін ғана көруіңіз мүмкін. Бұл факт. Осыған енді бір мысал ретінде мен қазір тоқталайын. Өзімнің бір постымды көрсетейін сіздерге нақты түсінікті болу үшін. Мен қазір ұялы телефонымды ауысып алайын. Так, мынау менің аккаунтым, мысалға бұл менің аккаунтым, мен жеке аккаунтым, персоналды аккаунтым. Мысалы, осы жерде мен кеше салдым пост. Canvas жарнамасы туралы мен видео пост жарияладым. Сол посттың қазір нақты статистикасын осы жерде көруге болады. Мына менің постым, пост 2 күн бұрын салынды, 2 күн бұрын, яғни 31 шілдеде салынды. Енді инсайттарын көрейік. Қанша адамға жетті? 420 адамға қамтыған, 292 адамға жеткен. 292 reach дегеніміз уникалды қолданушы. Бір адамға мысалы 10 рет көрсетсе де, мына жерге бір адам болып жазылады. Ал impression дегеніміз бір адамға 10 рет көрсетсе, оған 10 рет көрсетілген болып жазылады, impressionға жазылады. Яғни 292 адамға көрсетілген, көрдіңіз, 292 адам менің видеомды көрген. Енді менің
фолловерлердің санына барайық. 2370. 2370. Мені көрген адамдардың саны нақты жеткен 292 адамға жеткен. Енді өзіңіз есептеп алуыңызға болады. 2370-тен 2292 адам қанша пайыз екен. Сол жаңағы 10-15%-ның арасына келіп тұрған сияқты. Мына жерде кез келген постты сөйтіп алып қарауға болады. Мысалға мына пост бізде бұл пост қай күні салынды? 4 күн бұрын салыныпты. Инсайтын қарап көруге болады. Тура сондай 344 адамға жеткен. Адам санын мен жаңа көрсеттім қанша екен. Бұл осылай өзі өте қызық жұмыс істейтін алгоритм. Сондықтан да Facebook'тың алгоритміне мән беруіміз керек. Өзіңіздің лентаңызды қарап көруіңізге болады. Сізге неге белгілі бір адамдардың белгілі бір тақырыптар ғана шығып отыратын. Яғни сізге қызық нәрселерді Facebook сұрыптап беріп отырады. Бұл не үшін керек Facebook? Facebook барлық әлем бойынша өзіне тіркелген кәсіпкерлерді жарнама беруге итермелейді. Себебі сіз ойлаңыз, егер сіздің 1000 фолловеріңіз болса, 1000 фолловерге жарнаманы салып қойғанда, 1000 фолловер болса, сол 10000 фолловерге пост салып қойған бетте миллионда көретін болса, онда ол Facebook'қа тиімді емес. Келсесіз ғой, не үшін онда сіз Facebook'ке жарнама бересіз? Сіз жарнама бермей, миллион адамға жарнамаңызды көрсете аласыз да. Сіз екінші Facebook'тың ішіндегі Facebook боласыз. Болмаса Instagram'ның ішіндегі Instagram боласыз. Сондықтан да осы мәселені жақсылап түсініп алуымыз керек. Яғни алгоритмі бұл. Мен ақпаратты айттым. Яғни өз лентаңыздан осы контент, сұрыпталған контентті өзіңіз қарап көруіңізге болады. Енді трафиктің түрлеріне тоқталайық. Трафиктің негізінен екі түрін қарастырамыз. Органикалық трафик, ақылы трафик. Органикалық трафик дегеніміз жаңағы ақша төленбейтін, қанша адамға жетті, сол органикалық трафик болса. Ақылы трафик, ақша төлейтін трафик. Яғни сіз ақылы жарнама беретін трафик. Мынау ақпаратты мен жаңа ғана көрсеттім. Тура мына 2300 адамның ішінде 230 адамға жеткен. 110 адам импрашн, яғни арасында қайталап көргендері де бар. Мынау бірегей көрушілер, уникалды адамдар. Сондықтан мен ойымша ақиқаты айқын сияқты, яғни сіздің салған постыңызды 10-15-20% аудиторияңыз көреді, қалғанын көрмейді. Оларға өйткені қызық емес. Мысалы, менің 2300 адамыма, демек менің салып жатқан ақпараттарым тура 2000 адамға қызық емес. 237-сіне ғана Instagram қызық деп тапқаннан кейін көрсетіп отыр. Түсінікті бұл. Қайталап айта бермей-ақ қояйық. Енді ақылы трафик. Мына жерде байқасаңыздар, міне 1284 адамға жеткен, уникалды адамға көрсеткен. Мынау ақшыл сары түсі органикалық трафик болып саналады, қою сары түсі төленген ақылы трафик болып саналады. Яғни қарасаңыз, мына жерден 3-тен 1-не ғана органикалық трафикта, қалғанына мен өзім ақылы жарнама беріп мына видеоны көрсеттім. Яғни бұл дегеніміз не деген сөз? Мысалы, мен қайтадан жаңағы неме ауысып алайын, ұялы телефонға ауысайын, яғни сізге нақты мысалмен менің жазылушыларымды, лайктарымды көрсетуіме болады. Так, ұялы телефонға ауысайын. Так, менде мына нақты қарасаңыз 749 лайк бар. 749 адам тіркелген. Менің Қазмаркетинг деген парақшам. Көрдіңіз, Енді 749 адамның мына жерде қаншасы бір 300-дей адам ғана органикалық трафикпен көреді. Болмаса мына жерде нақты көруге болады. 300-дей адам көреді. Қалғаны оларға да қызық емес. Нақты тақырыппен тіркеліп тұрғанның өзінде де оларға қызық емес деп есептеп тұрды Facebook, көрдіңіз бе? Менде мысалы 800-ге жуық адам болса, сол 800-ге жуық адамның міне 300-і ғана көреді, қалғаны көрмейді мен салған ақпараттарымды. Ары қарай көрсету үшін мен аудиториялы таңдап жарнама беруге мәжбүр боламын, көрдіңіз бе? Так. Бұл постымыз. Мысалы, кез келген пост ашып қарасаңыз сондай болады. Мысалы, мына бір постта да 619 адам көрген, оның 535-іне ақша төленген, 93-іне органикалық трафикпен көрген. Яғни тіпті аз да, 700-ден 93 қанша процент? Сол 11%-ның жобасына келеді. Мына бір постқа мен қазір өзім тоқталып түсіндірем, не үшін 5400 болғандығын. Түсінікті, бұл түсінікті.
Енді әрі қарай жылжайық. Ақылы төленген кезде сіз өзіңіздің қалаған аудиторияңызға көрсете аласыз. Яғни сіз Facebook'тың шектеулерінен шығып кетесіз. Шамалы ақша төлеу арқылы Facebook'тың шектеулерінен шығып кетуге болады. Әрі қарай жаңағы мен тоқтап көрсетемін деген жарнаманың түріне келейік, постыма келейік. Мына пост бұл 5417 адамға жеткен. Уникалды адамға жеткен, көрдіңіз бе? Бірақ бұл пост бір қызығы ақылы трафикке жатпайды. Яғни ешқандай төлемсіз. Астында мұны төлем жасалмағандығы туралы көрініп тұр да. Ешқандай төлем жасалмаған. Бұл не үшін олай? Органикалық трафикті вирусты трафик етіп те жасауға болады. Оған біріншіден әсер ететін нәрсе тікелей эфир. Қазіргі таңда Facebook өзінің тікелей эфирін Facebook Live-ты өте қарқынмен дамытуда. Мысалы 2016 жылы Facebook танымал адамдарға, әншілерге, сондай актерлерге 50 миллионға жуық, 50 миллион долларға жуық ақша беріп, өзінің тікелей эфирін дамытты. Қазір сіз тікелей эфирмен жасайтын болсаңыз, лайфкаст жасайтын болсаңыз, сіздің мынау жаңағы шектеулерден сәл ары қарай шығуға мүмкіндігіңіз бар. 10-15-20%-тен ары қарай көбірек көрсетуге мүмкіндігіңіз бар. Өйткені тікелей эфирдің өзінің қазір басымдық беріп отырғандықтан тікелей эфир арқылы көптеген адамдарға жетуге болады. Екінші нәрсе ол әрекеттесулер, яғни лайк қою, бөлісу, коммент жазу деген сияқты нәрселер сіздің қамтуыңызды, охватыңызды кеңейтеді. Мысалы, нақты мына постта мен Google-дың қазақ тілін қолдамайтындығы туралы жаздым. Яғни Google-да сіз қазақша жарнама бере алмайсыз деген тақырыпта жаздым. Көп адам лайк басты, көп адам бөлісті, көп адам коммент жазды. Сондықтан да 5400 адамға жетті. Ал мен көрсеттім жап-жаңа ғана сіздерге, менің қазмаркетинг парақшамда 749 ғана лайк бар, 749 адам ғана тіркелген. 800-ге жуық фолловер бар, жалпы есептеген кезде 800 адам менің парақшамда бар. Бірақ 5400 адам көрген. Яғни бұл органикалық трафикпен, бірақ жаңағы әрекеттесулердің, яғни взаимодействиенің көптігі арқасында бұның охваты кеңейіп тұр. Түсінікті, иә? Сондықтан да егер сіздің постыңыз неғұрлым вирусты болса, соғұрлым охваты көбейіп болады. Сіз яғни жаңағы Facebook бекітіп берген шекарадан асып кетуге мүмкіндігіңіз бар. Енді жарнаманы не үшін береміз? Біз жаңа айттық, жарнаманы Facebook белгілеген шекарадан шығып кету үшін береміз. Ол үшін сізге ең керегі Facebook'тың аккаунты керек, Facebook'те нақты парақша ашуыңыз керек, бизнес парақша, одан кейін төлем картаңыз болуы керек. Facebook'те парақша деген түсінік бар, одан кейін группа деген түсінік бар. Парақша дегеніміз сіздің нақты бизнесіңізге арналған парақша болып саналады. Парақша арқылы сіз жарнама бере аласыз. Парақшада сосын статистикалық мәліметтерді қарап отыру өте жеңіл. Ал топ дегеніміз ол көбінесе бір талқылауға, бір жаңалықтар салуға, сондайға арналған, дискуссияларға арналған бір алаң ретінде қарастырамыз. Парақша арқылы сіз жарнама бере алмайсыз. Парақшада соңғы кездері Facebook статистикалық мәліметтерді парақшаның админдері үшін қосты. Бірақ есіңізде болу керек, егер де сіз жарнама беретін болсаңыз, онда бизнес парақшаны қолдануыңыз керек. Бизнес парақша жарнама беру үшін. Топ арқылы сіз жарнама бере алмайсыз, группалар арқылы. Енді Инстаграмда жарнама беру туралы сәл айтайық. Инстаграмда жарнама беру үшін сіз Facebook'тың жарнама кабинетін пайдалана аласыз. Сізде Facebook'тың жарнама кабинетін пайдалансаңыз, Инстаграмдағы аккаунттың болуы міндетті емес. Яғни сізде аккаунт болмаса да жарнама бере аласыз кез келген уақытта. Екіншісі, Инстаграмның бизнес профиліне өтсеңіз, оны да сіз жарнама бере аласыз. Енді бизнес профилді қазір көріп жіберейік. Түрі қандай болатынын мен қазір телефоныма ауысып алайын, смартфонға. Бизнес профиль дегеніміз мына. Сіздің үстіңгі бөлігіндегі статистикалық мәліметтер, инсайттар ашылады сізге. Кез келген нәрсені осы жерден бақылап отыра аласыз. Қай постыңыз жақсы жүріп жатыр, фолловерлеріңіз кім, қандай промоушндарыңыз жүріп жатыр. Екіншісі, адамдар сізге жеңіл хабарласа алатындай, мысалы, хабарласу немесе электронды пошта жолдау, яғни тез төте батырмаларды қоюыңыз болады. Мысалы, колды басса, адам сізге міндетті түрде хабарласа алады. Болмаса, электронды поштаңыз таңдаса, бірден сізге хабарлама жазалады деген сияқты. Осы бизнес профиль. Бизнес профильдің тағы бір артықшылығы, сіз бизнес профильде жарнама бере аласыз. Промоут деген батырманы бассаңыз, сіз жарнама бере аласыз. Яғни осы жерден Инстаграмның ішінен өз постыңызға жарнама бере аласыз. Яғни Facebook'ке болмаса басқа жаққа кіріп қажет жоқ. Мына жерде сіз барлық қажетті ақпараттарыңызды толтырасыз, мақсатыңызды, қай жерге адамды жібересіз, қондыратын бетіңіз, call to action'ыңыз, қандай аудиторияға жібересіз, бюджетіңіз, қанша күнге жібересіз, сосын немен төлейсіз. Болды, create'ті бассаңыз, сіздің жарнамаңыз
қосылады. Бұл тамаша. Енді жоқ, мен Инстаграмның ішінен емес, немесе мен Инстаграм аккаунт жоқ дейтін кісілер болса, онда сіз Инстаграмды Фейсбуктың ішінде интеграциялайсыз. Ол үшін Фейсбуктың бизнес парақшаңызға кіресіз, бизнес парақшаның баптаулар бөліміне өтесіз, сол жерде Инстаграм жарнамасы деген батырма бар. Сол батырманы басып, Инстаграмның аккаунтын сол жерге қосып қоясыз. Одан кейін Инстаграмның жарнамасын Фейсбуктың жарнама кабинетінен бере аласыз. Достар, бүгін біз Facebook туралы біраз ақпарат алдық деп ойлаймын. Мен барлық енді білетін ақпараттарымды бердім деп ойлаймын. Егер бере алмай қалған ақпараттарым болса, қосымша тағы да видео түсіруге дайынмын. Егер осы ақпараттар қызық болса, міндетті түрде лайк қойып, каналға жазылып, парақшама жазылып, пікір қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз, лайктарыңыз мен үшін өте құнды. Бір-бірімізге қолдау білдірейік. Рахмет достар, келесі видеода жүздескенше. Сау саламатта болыңыздар.